Сәлем, мен Аскербек. Алдыңғы видеода айтқандай, Илон Масктың Марсты қоныстану жайлы жоспарында Марсқа ғана барып қоймай, Айға база салып, онан жанармай бекеті ретінде қолданамыз. Яғни, Марсқа барар жолда Айға тоқтап, жанармай құйып, әрі қарай Марсқа жол тартамыз. Айда қоныстануда адамдар 20 ғасырдан бері армандаған. Мысалы, 1959 жылы құрылған Америка Құрама Штатының армиясының 2 бөлімнен тұратын Horizon жоспары. Жоспар бойынша 1966 жылға таяу Айда құпия база құру, немесе ақш әуе күштерінің Lunik жоспары жер асты базасын құру. Және НАСАның 2006 жылғы жоспарына сенсек, 2024 жылы Айда аванпост құрастыру. Біз күнделікті өмірде аспанға қарағанда күннің сарғайып, аспанның көк болып тұрғанын байқаймыз. Бірақ Айда барлығы мүлде басқаша. Егерде кімде-кім Аполлон миссияларының фотоларын қараса, Айда аспан қап-қара және күн аппақ болып көрінеді. Оның себебі Айда жердегідей атмосфера жоқ. Бірақ онда әртүрлі газдардан тұратын жұқа қабат бар, яғни экзосфера. Сол үшін Айда тұрып күнге қарау мүмкін емес. Және күн тым қатты жарық болғандықтан жұлдыздарды, планеталарды көру сізге қиынға соғады. Осы себептен Аполлон миссияларының фотоларында жұлдыздар көрінбейді. Айдағы бір күн жердегі 29 күнге тең. Оның жартысында, яғни 14,5-ында күн жарық болады. Қалған 14,5-да қараңғы болады. Ай мен жер күннен дерлік бірде арақашықтықта болғанымен, Айда атмосфера болмағандықтан күндіз 116 градустан түнде -170 градусқа дейін алмасып отырады. Айда ешқашан күннің көзін көрмейтін жерлерде бар. Айдың полюстарындағы терең кратерлер ешқашан күннің көзін көрмеу мүмкін. Солардың бірінен тіркелген Айдағы ең салқын жердің температурасы -257 градус. Ал мысалға жердегі ең салқын нүкте Антарктидада орналасқан. Оның температурасы -93 градус. Осы кратерлерде су мұз күйінде кездесуі мүмкін. Егер болашақта адамдар Айда қоныстанып жатса, онда осы терең кратерлерден H2O-ны, яғни суды өндіруге болады. Айда уақыттың 80%-ын күннің көзінде болумен өткізетін жерлерде бар. Оларды поляр күні деп атайды. Поляр күні мен поляр түні сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Біріншіден ұйқыңыз бұзылады. Кейін жоғары белсенділік, үнемі шаршап жүру және тез ашулану. Ал поляр түні сізді мұңаюға, энергияның жетіспеуіне, маужырап жүруге әкеп соқтырады. Барлығымыз білетіндей, Ай мен жердің уақыты екі бөлек. Енді біз Айдың тұрақты тұрғындары болғандықтан бізге Айдың уақытымен жүретін сағаттар керек. Ал ондай сағаттарды 1970 жылы Кеннет Франклин Айға қонған космонавттарға арнап сағат ойлап шығарады. Ол уақытты лунациялармен, яғни Айдың жерді толық айналып шығатын уақытымен өлшеген. Ал бір лунация жердегі 29 күнге тең. Егер сағат болмаса, Айдың уақытын жасағандай жердің фазаларына қарап анықтауға болады. Себебі олар үнемі синхронды түрде қозғалады. Жер Айдан 3 есе үлкен болғандықтан, жердің тұтылу барысында күн жердің айналасында бірнеше сағатқа қызыл сақина түзеді. Поляр түні мен поляр күні сіздің санаңызға әсер етсе, ал Айда гравитацияның өзгеше болуы сізді физикалық түрде өзгертеді. Айдың гравитациясы жердікіне қарағанда аз болғандықтан, сіздің сүйектеріңіздің массасы төмендейді, және сіздің бұлшықеттеріңіз атрофия ауруына ұшырайды. Уайымдамаңыз, сіз бұл өзгерістерге бірден тап болмайсыз. Егер гравитация төмендеп, біз бірден өзгеріске тап болатын болсақ, онда халықаралық ғарыш станциясындағы ғарышкерлер баяғыда атрофия ауруына өлетін еді. Халықаралық ғарыш станциясында болғаның жақсы жері, сіз баяу қартаясыз. Жерден ұшқанына 6 ай өткеннен соң, олар жердегіге қарағанда 0,07 секундқа жас болады. Бірақ Айда керісінше, сіз 0,02 секундқа жылдам қартаясыз, ал 80 жылдан кейін 0,16 секундқа кәрі боласыз. Айда атмосфера болмағандықтан, ертеме кешпе сіз бәрібір радиацияға ұшырап өліп кетуіңіз мүмкін. Бірақ неге Илон Масктың жоспарындағыдай терраформация процесін жүргізіп, Айда қолдан атмосфера тудырмасқа? Я, бұл жақсы ой, бірақ атмосфера тудыру үшін бізге күннің желі үнемі кедергі жасап, оны болдырмайды. Жарайды, идеал, дәл біздің ойымыздағыдай атмосфераны жасадық деп есептегеннің өзінде де, оның өзі тек бізге жарты ғасырға жетуі мүмкін. Ал оны қайттан жасау үшін бізге бір ғасырдай уақыт кетеді.
Және біз бәрібір онда демалмаймыз, себебі айдың қысымы жердің қысымына қарағанда 10 триллион есе кем. Сол үшін басқа планеталарды зерттегенде немесе қоныстанғанда бізге әлде де скафандрлар қажет. Сол үшін менің сүйікті көрерменім барынша өзіңді дамыт, және біздің арнамызда видеолар енді аптасына бір рет шығатын болады. Қай күні екені әлі нақты белгісіз, бірақ барымызға ыңғайлы жексенбі күні деп ойлаймын. Иә, білем, жаңа видео шығам дегенше мені қатты сағынасыздар, білем. Ал оған дейін сағыныштарыңыз сәл болса да басу үшін сіздерге екі қызықты арнаны ұсынғым келеді. Маған қызық арнасы қазақ ютубындағы тез дамып келе жатқан арналардың бірі. Видеоның дыбысталуы, монтажы, барлығы сапалы. Маған қызық арнасына тіркеліп, видеоларын бағалап кетіңіздер. Және екінші, Нурик есімді жігіттің арнасы. Ол енді ғана ютубқа қадам басып жатқан жігіттердің бірі. Алдағы уақытта арнасында менің видеоларым сияқты, яғни ғылыми танымды видеолар шығатын болады. Сол үшін Нуриктің арнасына тіркеліңіздер, өкінбейсіздер. Барлық сілтеме видеоның астында болады, және осы видеода қолданған әдебиеттер, видео материалдардың барлығына мен сілтемені төменде қалдырып кетем, өздеріңіз кіріп оқысаңыздар да болады. Және біздің ВК-да группамызға, менің Инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Әдеттегідей сізден болған мен Аскербек, әрине өзің дамыт, сау болыңыздар. Пока.